Той деп шашылды, ас деп шашылды, ар, білім деп дәулет шашарға қай қазақтың қайраты жетеді. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғанымен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Ұят кімде болса, иман сонда. Ауыр істің салмағы білекке түсер, ащы сөздің салмағы жүрекке түсер. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер, дұшпанға шыныңды айтпа, түбіңе жетер. Жұмысы жоқтық, қарны тоқтық, аздырар адам баласын. Қулық, ұрлық, сұмдықпен мал жиылмас, сұм нәпсің үйір болса тез тыйылмас. Зиян шекпей қалмайсың ондай істен, мал кетер, мазан кетер, ар бұйырмас. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың. Жасаулы деп малды деп байдан алма, кедей қызы арзан деп құмарланба, ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма. Жақсы болар жігіттің жұмыссыз жүрген күні жоқ, жаман болар жігіттің ешбір іске қыры жоқ. Мен үш нәрседен қорқамын: өзінің сәбиіне бесік жырын айта алмаған анадан, немересіне ертегі айтып бере алмайтын ата мен әжеден, бір-бірімен орысша сөйлесетін қазақтан. Әйелді қорлаған еркекті өмір өкінішсіз жібермейді, өйткені әйел өмірдің анасы, ал асыл перзент анасын ешкімге қорлатпайды, өйткені әйел киелі халық. Оның киесі өзін қорлаған еркекті бір атпай кетпейді. Менің көзім соған жетті.